Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өте жиі қойылатын сұраққа жауап бергім келіп тұр. Бірақ сіздерден обязательно лайк және подписка күтемін. Ол қандай сұрақ дейсіздер? Ол дегеніміз шаблонды қалай фото қоятындай етіп өзгертуге болады деген сұрақ. Ал кеттік. Ол үшін Google-дан Background Eraser деген бағдарлама жазып аласыздар да осылай шаблоныңызды саласыз. Содан кейін авто деген таңдайсыз да керек жоқ жерін осылай басып очищайте, вот и все. Magic деген функциясы бар. Мына видеода көрсетілгендей Magicті басасыздар да, например, артық линияны керек жоқ жерлерін осылай тоже аккуратно алып тастайды. Magic деген Manual деген бар. Ол по линии жүреді, тоже видеода көрсетемін. Repair деп тұр ғой, ол артық өшіліп кеткен жерді қайтадан можно восстановить. Осындай бағдарлама өздеріңіз алып, пайдаланып, шаблондар жасап, өзіңізді де, клиенттеріңізді де қуанта беріңіздер. Сіздерден обязательно лайк, подписка күтемін. Бұл бағдарламамен тек қана фото қоятындай емес, тағы да бір фишкасы бар. Ол үшін видеоны до конца көріңіздер. Ал мына жерде фотоны сақтаймыз. Данды басамыз, save, артынан finishті басамыз, болды. Келесі, например, бір суретті PNG жасау керек болады. Ол үшін жаңағы суретті аламыз да, тоже артық жерін, артық фонын автомен осылай убирайте, вот и все. И работаете. Өте ыңғайлы бағдарлама. Тек қана фон ақ немесе однотонный болған жақсы. Барлықтарыңызға рахмет, көргендеріңізге. Күндеріңіз сәтті өтсін.